Петропавлда төтенше жағдай департаментінің мамандары қалалық демалыс саябағының қызметкерлерімен кездесу өткізді. Жаз уақытында саябақта жұрт көп демалатындықтан өрт шығу қаупі де арта түседі. Жиналғандарға от сөндіргішті қалай қолдану керектігін, қызыл жалынның бетін қайтаруды және оқыс оқиға кезінде не істеу керектігі түсіндірілді. Төтенше жағдай қызметкерлерінің айтуынша, сондай-ақ жаңадан қосылған әуенді субұрқақты назарда ұстау қажет. Себебі күннің ыстығында балалар онда суға шомылуды әдетке айналдырған. Бүгінгі шараның мақсаты біріншіден парктағы төтенше жағдайлардың алдын алу және болдырмау үшін өткізіліп жатқан шара. Біріншіден паркта орналасқан дәмханалар көбінесе қаламыздың тұрғындары қазір жазғы уақытта келетін балалармен демалуға келеді. Сол демалыс уақыттарында төтенше жағдайларды болдырмау үшін бүгінгі жұмысшылармен, барлықтарымен өрт қауіпсіздігі ережелері бойынша нұсқаулықтар өткізіліп жатыр.